Егемендік дегеніміз жалаң ұран мен жалынды сөз емес. Біз үшін ең маңыздысы әр азаматтың тәуелсіздік игілігін сезіне алуы. Оның басты көрінісі елдегі бейбіт өмір, қоғамдағы тұрақтылық пен тыныштық. Сондай-ақ халықтың тұрмыс сапасының жақсаруы және жастардың болашаққа нық сеніммен қарауы. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2021 жылғы 1 қыркүйектегі жолдауынан еңбек адамының қоғамда қашанда орны ерекше. Халық еңбекке бейім болса, ел ырысқа кеңеліп, бәсекеге қабілетті мемлекет болып нығаяды. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының негізгі міндеті әрбір қызметкердің ортақ мақсатқа қосар үлесін айқындау. Біз Қазақстандағы мұнай-газ саласының алдыңғы қатарынан нық орын алдық. Республика бойынша компанияның өндірістік нысандарында 60 мыңнан астам адам еңбек етеді. Өнеркәсіп 4 негізгі қызмет саласына бөлінген. Алғашқысы мұнай мен газ ресурстарын барлау. Екінші бағыт көмір-сутек шикізатын өндіру. Әрі қарай тасымалдау саласы. Ал төртінші бағыт өңдеу мен маркетингті біріктіреді. Біздің ең басты құндылығымыз адам капиталы. Соның дәлелі ретінде COVID-19 пандемиясы кезінде өндірістік персонал үшін жұмыс орындарын сақтап қалу мақсатында біз дағдарысқа қарсы бір қатар шараны қолға алдық. 2020 жылы қызметкерлерге 21 миллиард теңгеге әлеуметтік көмек көрсетілді. Компания әрдайым мемлекеттің мүддесіне сай мақсат міндеттер қояды. COVID-19 індетімен күресу үшін Қазмұнайгаз ұлттық денсаулық сақтау жүйесіне 6 миллиард теңгеден астам қаржы бөлді. Ұлттық компанияның өндірістік нысандары еліміздің барлық аумағында орналасқан. Әр қызметкеріміздің жайлы әрі заманауи қалаларда өмір сүруін қамтамасыз етуге тырысамыз. Сондықтан 2020 жылы Қазмұнайгаз компаниялар тобының әлеуметтік инвестицияларының көлемі 4,5 миллиардтан астам теңгені құрап, өңірлердің әлеуметтік және инфрақұрылымдық дамуына жұмсалды. Қазіргі уақытта біз елімізде мұнай-химия өнеркәсібін қалыптастыру бойынша жан-жақты жұмыс істеп жатырмыз. Биыл Қазақстандағы тұңғыш полипропилен зауытының құрылысы аяқталады. Зауыт жылына 500 мың тоннаға дейін өнім шығарады. Жоба Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы бойынша жүзеге асырылды. Қазмұнайгаз Қазақстандағы мұнай-газ компанияларының экологиялық ақпаратының ашықтығы рейтингінде 4-ші жыл қатарынан көш бастап келеді. Біз өндіріс ошақтарында судың тиімді пайдалануын мұқият қадағалап, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі міндетімізді барынша орындап келеміз. Басты экологиялық бастамалардың бірі Атырау мұнай өңдеу зауытындағы тазалық су үнемдеу жобасы. Жобаны жүзеге асыру нәтижесінде Жайық өзенінен алынатын су 30%-ға, ал булану алқаптарына төгілетін ағынды су көлемі 2 есе азаяды. Жер шарындағы климаттың күрт өзгеруі әлем халқын алаңдатып отырған ең күрделі проблема. Осы орайда әлемдік компаниялар парник газдарының ауаға шығарылуын азайтуға айрықша көңіл бөлуде. Жаһандық мәселені шешуге үлес қосу мақсатында Қазмұнайгаз төмен көміртекті дамыту бағдарламасын қабылдады. Бағдарлама энергия тиімділігін арттыруға, өндірістің көміртегі сыйымдылығын төмендетуге, сондай-ақ жаңа бағыттарды дамытуға көзделген. Олар жаңартылатын энергия көздеріне негізделген нысандар салу, сутегі өндірісі, көміртекті анықтау, кәдеге жарату және сақтау технологияларын енгізу, орман климаттық жобаларды іске асыру. Қазмұнайгаз еліміздегі ең ірі салық төлеушілердің бірі. 2020 жылы компания ел қазынасына салық және басқа да міндетті төлемдер түрінде 548 миллиард теңге аударды. Қазақстан тәуелсіз ел атанып, еңсесін көтерген 30 жыл ішінде талай қиындықты еңсерді. Осы жылдар бойы біздің компания әр отбасының әл-ауқатын жақсартуға ұмтылып, елмен бірге өсіп, өркендеп келеді. Біздің әрбір қызметкер ортақ іс үшін талмай еңбек етіп, бір жұдырықтай жұмылып, Қазақстанның гүлденуіне өз үлесін қосуда. Өйткені бір мақсатқа жұмылған және бірлігі берік ұжым еліміздің энергетикалық қауіпсіздігін нығайта отырып, компаниямен бірге жетістікке жетеді. Дәстүрлерді сақтай отырып, болашаққа ұмтыламыз.